Төрт бала кітапханадан бір-бірден кітап алды. Балалар қанша кітап алды? Көбейту дегеніміз бірдей қосылғыштардың қосындысы екенін білеміз. Бір көбейту төрт тең, бір қосу бір, қосу бір, қосу бір тең төрт. Бір оқушы кітапханадан төрт кітап алды. Оқушыда қанша кітап бар? Төрт көбейту бір тең төрт. Кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Бір көбейту бір тең бір, екі көбейту бір тең екі, үш көбейту бір тең үш, тоғыз көбейту бір тең тоғыз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сегіз көбейту бір тең бір көбейту сегіз. Мұғалім төрт дәптерді бір оқушыға таратты. Оқушыда қанша дәптер бар? Төрт бөлу бір тең төрт. Бір оқушыда төрт дәптер бар. Кез келген санды бірге бөлгенде бөліндіде сол санның өзі шығады. Бір бөлу бір тең бір, екі бөлу бір тең екі, үш бөлу бір тең үш, бес бөлу бір тең бес. Мұғалім төрт дәптерді төрт оқушыға бірдей етіп үлестірді. Әр оқушыда қанша дәптер бар? Төрт бөлу төрт тең бір. Әр оқушыда бір дәптерден бар. Кез келген санды санның өзіне бөлгенде бір шығады. Бір санына көбейтудің қасиеттерін есте сақта. Бір санына бөлу және бірдей сандарды бөлу қасиеттерін есте сақта.